баладағы құсу мен іш өту кезінде қандай көмек көрсетеміз? Бала ағзасы үшін құсу мен іш өту өте қауіпті, себебі балада сусыздану процесі обез болу және тез дамып кетуі мүмкін. Бала құсқан кезде, іш өткен кезде ағзадағы маңызды су, тұздарды, электролиттерді көп мөлшерде жоғалтады. Енді жоғалтқан электролиттердің орнын толықтыру үшін біз балаға көп мөлшерде сұйықтық беруіміз қажет. Сумен қоса балаға тұзды ерітінділер, соның ішінде регидронды берсеңіз болады. Егер балаңыз түнгі уақытта құсып ауыра бастаса, көбінде ауылды жерлерде тұратын, мысалы аптека жоқ болып қалған жағдайда сіз тұзды ерітінді регидронды үй жағдайында дайындай аласыз. Мен сізге қазір рилстың астына жазып кетемін, регидронды үй жағдайында қалай дайындау қажет. Егер ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.